Шетел көліктермен жүргендерге жағымды жаңалық. Армения, Ресей, Қырғызстаннан машина әкеп теуіп жүрген көліктеріңізге енді кішкене шыдасаңыздар Қазақстан нөмірін аласыздар. Бүгін Сенат депутаттары заңды қабылдады. Бұл қуанышты жаңалықтың басы ғана. Осыған дейін бұл заң шығат дегенде көп сұрақ туындап еді. Жылына қарай ма, рөлінің орналасқан жағына қарай ма деген сынды сауалдар қойылды. Депутаттардың айтуынша рөлі ортасында орналасса да қарамайды. Тек осы жылдың 1 қыркүйегіне дейін Қазақстанға кірсе болды. Бірыңғай алыммен тіркейсіз. Оның құны 200 мың теңге. Осы 1 қыркүйекке дейін келген, шетелден келген көліктерді 200 мың теңге тіркеу арқылы арғарай пайдалана беруге болады. Осы жылдың 1 қыркүйегіне дейін. Енді нөмір береді екен деп дандайсып кетпеңіздер. Қазақстан нөмірін алу үшін бірнеше шартты орындауыңыз тиіс. Ең бірінші, өзге мемлекеттен сатып алған машинаңыздың арты таза болу керек. Кедендік бақылаудан өтуі қажет. Ішкі істер министрлігінің ақпарына сай, елде шетелдік нөмірмен 300 мыңға жуық машина бар. Бірақ менің ойымша бұл сан әлде қайда көп. Сондықтан ертең президент Қасым-Жомарт Тоқаев қол қойсын, әрі қарай өмір көрсетеді.